Үлкен ақшадан қорқу және одан құтылу техникасының нақты қадамдары. Қолыңызға қалам, ручка алыңыз. Жазбаша түрде жауап беріңіз. Біз қолмен жазғанда, біздің санамыз мүлдем басқа механизммен жұмыс істейді. Ал қолмен жазылғандардың бәрі әрекет ретінде қабылданады. Өзіңізге сұрақ қоясыз. Сұраққа жауап бергенде, сіз бұл тәжірибеде іс жүзінде өмір сүресіз. Ал біздің санамыз реттелгені сонша, іс жүзінде өмір сүріп жатқаныңызды, қазір не болып жатқанын. Құрметті тыңдаушыларым, сіз өзіңіздің шектеуші көз, ал эмоциялар мен дене бірдей әрекет етеді. Ең бастысы, сіз теріс сенімді жоясыз. Бірінші қадам. Сіз өзіңізді көрсететін салада көңіліңізден шықпайтын белгілі бір аспектіге қарайсыз. Жазыңыз. Мысалы, мен үлкен ақшаға лайық емеспін. Көп ақша табу қиын. Көп ақша зұлымдық. Көп ақша еңбекпен табылады, секілді сіз өзіңізді мазалаған нәрсені жазасыз. Мен мұндай көп ақша таба алмаймын. Оны не істеймін? Көп ақшаны басқара алмаймын. Сіз біреуін таңдаңыз да жазыңыз. Екінші қадам. Енді осы сеніміңізді өзіңіз жоясыз. Бұл үшін, мысалы, мен үлкен ақшаға лайық емеспін, сенімді жою үшін, осыған қарсы 3 ұтымды дәлел жазамыз. Сонда ешқашан шеше алмаған түйінді шешеміз. Лайықты екенімізді түсінеміз. Бұны өзіміз жоя аламыз. Сондықтан біз өзімізге жүгініп, оған қарсы 3 дәлелді табуымыз керек. Яғни сіздің теріс сеніміңізге қарсы позитивті түрде келу керек. Мысалы, мен бай өмір сүруге лайықпын. Ең жақсысын алуға лайықпын. Мені бағалауға лайықпын. Маған үлкен ақша қуанышпен және оңай келеді. Және мен ақшаны басқаруды білемін. Мені бағалауға лайықпын. Менің еңбегімді бағалауға лайықпын, менде жетерлік тәжірибем бар. Осындай сіз өзіңіздің теріс сеніміңізді жоятын позитивті жауап жазасыз. Бұл өте маңызды. Үшінші қадам. Егер бұл сенім жойылса, сізде қандай мүмкіндіктер болады? Яғни, көп ақшаға лайықпын деп жаздыңыз. Лайық болдыңыз дейлік. Сізбен қандай жақсы мүмкіндіктер нәрсе болады? Түпсанаға түсіндіру керек. Түпсананың міндеті сізді қорғау. Көп ақшадан қорғап жатыр сізді. Өйткені себебі бар. Ол зұлымдық деп білуі мүмкін. Сізді бір қауіптен сақтандырып тұруы мүмкін. Сіз мүмкіндіктерді барынша сезініп, елестетіп, эмоциялармен жаза бастасаңыз, сіз сол тәжірибеде, іс жүзінде өмір сүре бастайсыз. Түпсананың тілі ол эмоциямен елестету. Эмоция магнитті сигнал шығарады. Визуализация электр сигнал шығарады. Екеуі қосылса, жазғандарыңыз оңай орындалады. Сеніңіз. Біздің миымыз қазір не болып жатқанын, келешекте не болып жатқанын ажырата алмайды. Түсіндіңіз бе? Сіз бұл қадамда өзіңізге сұрақ қоясыз. Егер мен бұл ақшадан қорқуды доғарсам, бай, абыроймен өмір сүрсем не болады? Қандай жақсы нәрсе болады? Миға түсіндіріңіз. Тізімдерді жазасыз. Тізімдер қаншалықты көп болса, сонша жақсы. Мен дүкендегі бағаларға қарамаймын. Өзіме керемет үй сатып аламын. Қалаған жеріме көшіп барамын. Жаңа білім аламын. Мен ақылы және сапалы қызметтерді пайдаланамын. Мен автобуста емес, таксиде жүремін. Міне сіз қалағаның бәрін жазыңыз. Өзіңізге маңызды нәрсені армандауға мүмкіндік беріңіз. Енді ең маңызды қадам. Сіздің теріс көзқарастарыңызды бұзатын 5 әрекетті жазыңыз. Сіз өзіңіздің ойыңызға келген нәрсені жазыңыз. Мысалы, мен көп ақшаға лайық емеспін программасын жою үшін өзіңіз бірер қадамды таңдайсыз. Мысалы, мен өзіме iPhone сатып аламын. Өзіме сапалы бір бұйым сатып аламын, және өзіме алғыс айтамын. 15 сапасыз бұйым емес. Қымбат салонға барамын. Керемет фотосессия жасаймын. Бұл үшін ақшамды аямаймын. Егер осылай істесем, өзімді көп ақшаға лайық сезінемін. Сезінемін дедім, есіңізде сақтаңыз. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз біз өзімізге көбірек мүмкіндік бере бастадық. Кейінгі қадам. Енді сіз осы жазған тізімдеріңіздің ішінен екеуін таңдайсыз. Сіз тізімдегінің 5-еуінде жасамайсыз, 2-еуін жасайсыз. Бұл жеңілдік сезімін береді.
Бірақ маған сеніңіз. Егер осы әрекетті орындаған кезде сіз теріс, шектеуші көзқарастан басқа, мүмкін, тіпті басқа көзқарасқа ауыса аласыз. Мұнда жазғандарыңыздың барлығы орындала бастайды. Ең жақсы түрде ашыла бастайды. Сіз ойлағаннан әлдеқайда оңай және оңай. Аллах айтады, пендем өзін өзгертсе, мен оның жағдайын өзгертемін. Мұндай сенімдермен жұмыс жасау, ізденіс әрқашан қиындық, қарсылық тудырады. Бірақ бұл техника әрқашан дұрыс нәтиже береді. Миыңыз қарсыласады. Үйде анау жоқ, мынау жоқ деген ойлар. Сіздің миыңызда үйге қажет азық-түлік, отбасылық қажеттіліктердің тізімі тұр. Бірақ мұнымен сіз табыстың жаңа деңгейіне жете алмайсыз. Сізге саяхатқа шығу мүмкін емес. Әрқашан кейінге қалдырылады. Демалыс күндеріңіздің аты ғана демалыс. Демалыста еркін демалуыңызға болмайды. Демалысыңыз үйді, генералдық тазалау, киімдерді жуу, немесе бірер бітпеген шаруаларды бітірумен өткізесіз. Мен бұл саяхатқа немесе сол бір ресторанға барар едім, бірақ қазір уақытым жоқ, жағдайым жоқ. Елдегі, әлемдегі жағдайлар өте нашар. Бірақ біреулердің өмірі, арманы орындалады, ал біз қандайда бір себептермен өмірімізді өзгерткіміз келеді, өзімізге рұқсат бергіміз келеді, бірақ әйтеуір бізде ештеңе болмайды. Теріс нанымдарды пысықтап, әрқашан ішкі энергияны көтеріп бастаймыз. Өзіңізге рұқсат етіңіз және осы тәжірибеге көшіңіз. Мұны міндетті түрде жазбаша жасаңыз. Және жай ғана ойлаудың қажеті жоқ. Жазып жатып көптен бері қалаған арманыңызды мақсатқа айналдырыңыз. Мен iPhone сатып алғым келеді емес. Мен iPhone сатып аламын, осы апта ішінде. Уақыт қойыңыз. Осыларды басыңызда айналдырыңыз. Бұл техника 100% жұмыс жасайды. Өте қызықты. Сондықтан су ішіп аласыз да жазуыңыз керек. Және бір апта ішінде 2 әрекетті орындауыңыз керек. Құрметті тыңдаушыларым, сіз өзіңіздің шектеуші көзқарастарыңызды өмірдің әр түрлі салаларынан іздейіңіз келсе, каналыма жазылуға шақырамын. Сіз бұл каналда жеке өзіңіздің дамуыңызда көптеген қымбат бағалы, пайдалы білімдер, зор ақпараттар аласыз, және алдағы уақытта әлемнің жетістікке жеткен адамдарының құнды кітаптарын жүктеп отырамын. Каналыма кіріп, басқа да видеоларымны көріп, бағалап, қолдау көрсетіп кетсеңіздер, маған бұл шабыт береді. Өз ойларыңызды, алған инсайттарыңызды жазып қалдыра аласыз. Мен әрбір тыңдаушымның хатын оқимын. Аллах зейініңізді ашсын және бай болыңыз. Сізге шабыт тілеймін.